әкелер қауымы. Бүгінгі іс-шарамызға қош келдіңіздер. Ұлтымызда әке көрген оқ жанар, шеше көрген дом ішер деген сөз бар. Бұл болғанда әке деген ардақтар, өтемін оны ардақтар. Жиналған қауым, осы есімім Жақсыбаев Аслан Абдырахымұлы, Ардақтың, Артаевтың әкесімін. Мен есімім Нұрлан, Мұхамеджан Мұстафаның әкесімін. Жақсыларма, мен Шүкірбек Айсұлтанның және де Шүкірбек Азаматтың әкесі болам. Саламатсыздар ма? Наурыз мереке құтты болсын. Менің есімім Орал, Бекназардың әкесі болам. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Мен Азиз Алпамыстың әкесі есімім Назар болады. Наурызға жиналған ағайындар, менің есімім Қалижан болады, Орасхан болады. Мәлім балабақшасында тәрбиелеп Орасхан Бақытжанның әкесі болады. Сапарада Айтөренің папасымын, Төлеген. Әкенің рөлі бала тәрбиесінде ол өте былайша айтқан кезде маңызды рөл атқарады. Баланы баланы жастан тәрбиелегеннен кейін бала дұрыстау тәрбиелеп, әкенің міндеті баланы дұрыстау тәрбиелеп, тура жолға жетелеу, сол деп есептеймін енді. Енді бірден алманы суырып, балаңызды қалай еркелетесіз сол жайлы? Баламды тұңғышым. Тастаңыз. Жоқ, әр шейдан алып айтыңыз. Әр шейдан ба. Тұңғышым деп еркелетесіз. Алтыным, ұрпағым, еркетайым, алпамсым, батырым деп еркелетемін. Жарайсыз. Рахмет. Балаға әкенің тәрбиесі менің өзім ойымша басынан бастап бала әкенің өзі балаға жақсылап тәрбие бергенде ойлаймын. Енді балаңызды қалай еркелетесіз сол жайлы? Азабайым, сарым, бұзығым, бабасының баласы. Олай емес, арғызы. Бөтеттен келеді ау деймін? Мамай молдау деймін, осылар ау деймін. Әкенің балаға беретін тәрбиесі енді өте зор емес. Бір әкенің тәрбиесін бір мектеп бере алмайды деп айтып, енді өте үлкен. Оны әрбір әке өзі сезінеді. Енді баламды мен енді әртүрлі еркетеміз. Еркетай дейміз, балапан дейміз, алтынымыз, жаңағы үлкеніміз, әкесінің, апасының баласы, елдің баласы болсын дейміз. Және де ұрпағымыз, тұңғышымыз деп еркетеміз. Рахмет. Дейміз, балаға ең алдымен әкеден басталады дейді. Әкеге ең өсі әкеде өтіміз, еркелететіміз балапаның, ұлының, атасының, апасының, бампантайымыз деп еркетеміз. Жалпы қазақта әке тәрбиесі өте маңызды отбасыда. Мен өзім ойлаймын, ұрпақ тәрбиесінде жаңа айтып отыр ғой, 100 мектепте бере алмайды әкенің тәрбиесін. Бірінші орында ойлаймын, әке
бірінші өзін тәрбиелесе баласы соған қарап өседі деп ойлаймын. Енді еркелеген Мұстафа, балам, батырым, ер бала болғаннан кейін батырым, палуан деп еркелеген болсын. Рахмет. Әкенің баласына тәрбиесі өте орасан зор болу керек. Құда болса, өсіп келе ұрпақ әкенің бет айнасы дейді. Әкесі қандай болса, құда болса болашақта да баласы солай болады дейді. Рахмет. Ал енді алтыным, батырым, ардағым, шаттығым, балапаным, апасының гүлі, апасының жүрегі, мамасының бақыты, папасының қызығы. Енді мына қазақта әкенің орны ерекше бұл ежелден. Әке отбасының тірегі дейді, ана отбасының жүрегі дейді. Енді әкенің отбасындағы рөлі, оның еңбегі ұшан теңіз. Жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар, бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деп. Қазақтың өз сөздерінің өзі керемет қой. Жақсы әке жаман ұлдың өзіне 40 жыл азық болады деген. Енді Алла ондайдан сақтасын, жамандықтан сақтасын. Әке асқар тау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ дейді. Осы көзіміздің құлақшылары, құрақтарымыз, шырақтарымыз аман болсын. Енді әркім еркелетіп жатыр ғой. Мен осында қызым міне. Бақытжамал деп өзіміз еркелетіп есімін ерекшелеп қойғанбыз. Алтыным, жарқыным, арысым, несібем, көзімнің нұры, өмірімнің қуанышы, әкесінің жүрегі, апасының балапаны, бір тал гүлім, еркетайым. Басында қамажайдың бір талы айрылып, қамажайдан болдым күлкі, айрылып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі. Қыздар, келіңдер, жігіттер, мен қажырға берейін. Ой, жарай жігіттер қане. Basmazsa aşın belli salınızı. Basın şu körükte. Basın.
дегенде тартасың. Давай. Ура. Давай. Ура. Мен білейін. Молодец. Мен бабасының сынысы ашма. Толчене. Қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық ату ойыны. Айтқанlar қараңдар. Қазір мына жерге асық атып бүйтіп қатарынан қоямыз. Бүйтіп та сызықты баспай деп атамыз. Аспандар көтіндіріп. Бұл енді қай несі жаңағы өз өнер ма? Жиналса жақсы жайсаң жанымызға, жаратқан жақсы сөз сал жағымызға. Әу демейтін қазақ жоқ демейді ме? Осындай қасиет бар қанымызда. Амандасу Алланың аманаты. Сәлем беріп алайын барыңызға. Әкелік бір міндетті атқаруға демеу боп кіп-кішкентай сары қызға. Сіздерге арнау айтып келіп қалдық. Ұлыстың ұлы күні Наурызда. Баланың орындалып қалағаны, ордаға би болсыншы бағаналы. Ол қызым биіктерден көрінсін деп тілейді аталар мен аналары. Перзент деген әрқашан ата-анаға бәрінен қымбат сыйлы бағалары. Алдында ата-анасы аман тұрса, аспандайды балалардың бағалары. Әкелер күні бүгін болып жатыр, сөнбеген бойларынан алау әлі. Әрқайсы үміт күтіп жүр ғой қазір. Бәрінің аман болсын балалары. Жаратқан несібесін үйіп берген, жанына жақсыларды жиып берген. Әр кезде мақтан тұтып жүреміз ғой, осындай қазақ деген сүйіктелмен. Жұлдызы жарық болып әр перзенттің, ұл қыздарың көрінсін биіктерден. Айтқанымыз айдай боп келсін деймін, ұрпағың өсіп әркез өнсін деймін. Осындай ұл қыздардың қызықтарын аман боп ата-анасы көрсін деймін. Ұлдарым жақсы болып өссін десе, осы бала бақшаға берсін деймін. Нұрәлиде киелі бала бақша, тек қана қызық туман көрсін деймін. Шіркін-ай, әр қазақтың балалары тәрбие алуға осы жерге келсін деймін.
ана ағай әдемі түсіріп алады.